Медина ағылшын тілінен бауырсақ қойылымына қатысып, дәл осы бауырсақ рөлін сомдайтын болғандықтан маған барынша осы бауырсақты білдіретін костюм жасап беруін өтінген болатын. Сонымен менде үйде қалдық маталардан фетр матасы, розовый, сары, бежевый, қоңыр түстері қалған екен. Содан барынша домалақ пішін ойып алдым. Ол домалақ пішін, яғни бауырсағымыз жалпиып өзі тұрмайды екен. Оның сыртында жаңа платогы болады екен. Және үйде бар резинкалар болатын. Сонымен мойнына іліп қана қояйын десем, ол арлы-бері жылжып кетеді екен. Сонымен беліне де резинаны бекітіп, горячий клейдің көмегімен қыстырып шықтым. Яғни белін де байлап қоятын қылып, және артына осындай домалақ картонды жабыстырып шықтым. Сонда жаңағы матамыз өз формасын ұстап тұрады. Барлығы горячий клейдің көмегімен ғана жасалды. Мұғаліміміз де риза, Мединамның өзі де риза, яғни баланың запросын орындай алғаныма қуандым. Сіздерге де идея болсын. Осылай бұдан да басқа жаңағыдай жемістің фигуркаларын жасайтын болсаңыздар, осы фетр матасын қолданып жасасаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып отырыңыздар.